Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қытырлақ ішінен суы ағып тұратын өте дәмді бүкіл туысқандарыма хит болған чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бисмилля. Қамырына електен өткізілген 250 грамм, 10 жарты шай қасық тұз, 120 грамм қайнаған су, яғни кипяток және 3 ас қасық сұйық май қосып қамыр илейміз. Суымыз ыстық болғандықтан бірінші силиконды қасықпен, одан кейін қолмен қамырды жақсылап июін қандырып илеп аламыз. Қамырымызды салафанға салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Пиязды қабығынан ашып, көбіктап, майдалап тураймыз. Пияздың дәмі ұнамайтындарға пияздың дәмі сезілмес үшін блендерден өткізіп қосуға болады. Ал мен пияздың дәмі сезіліп тұру үшін осылай көбіктап қостым. Ыдысымызға 300 грамм фарш және де көбіктап тұрылған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып аламын. Мен салмасына тұз бен бұрышты көп қоспаймын, себебі фаршты морозилкаға салатын кезде тұзы мен бұрышын салып дайындап қоямын. Чебуреким сочный болып жегенде суы ағып тұру үшін салмасына 50-60 мл салқын су қосамын. Июі қанған қамырды 6-7 бөлікке бөліп, осылай видеодағыдай жұқа етіп жайып, ортасына салмасын жұқа етіп саламын. Ескерту: чебурекидің ортасындағы салмасын жұқа етіп салмасаңыздар, чебурекиді қызып тұрған отта пісіретіндіктен ортасындағы салмасы піспей қалуы мүмкін. Тағы бір айта кететін жай: чебурекиді майға салмай тұрып, шеттерін жақсылап басып жапсырып алған дұрыс. Дайын болған чебурекиді қызып тұрған майда қатты отта екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Қытырлақ, жегенде ішінен суы ағып тұратын өте дәмді чебурекиіміз дайын. Салқын күнде жақындарыңызды ыстық чебурекимен қуантыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.